Это медицинский йод, мы залили. Теперь смотрим эксперимент. Всем видно, да? Онкология, аутоиммунный сахар диабет бар 95% организмде шлак токсин жиналғаннан келіп шығады. Негіз себебі. Енді астаксантин деген красный рыбаны білеміз ғой, қызыл икра қымбат, дұрыс па? Бәрі білет, соны жесе организм жасарады. Адам ауырмайды, иммунитет көтеріледі. Сол үшін адамдар сол қызыл икраны, жаңа қызыл балықты алып жейді. Астаксантин деген өнім теңіздің түбінде өсетін қызыл балдың красный жаңа водоросли теңіздің түбінде өседі екен. Оны барлық балықтар жемейді екен. Оны кейбір балықтар іздеп жүріп жейді екен. Мына форельдің кейбір сорттары, форельдер өскен кезде, где-то бір 15 сантиметр болған кезде астаксантин себеді екен. Астаксантин сеппесе, ол өспейді екен балық. Форельдерде кейбіреулер қызыл болады ғой. Сол мына астаксантин, мына табиғи астаксантин сол шөптің өзінен алынған. Сол неке мына бір пакет, неке жарты килограмм икраның порошогы деп есептеңіз, соның әсерін береді. Мына бір пакет, неке сіз жарты килограмм икра сатып алдым деп, сондай представить етіңізді, соған тең келеді. Сонда мына не істейді, мына біздің қараңыз, біздің денеміз, біз немен қан тамыр сосудтан тұрамыз, 30 триллион клетка болса, каждый клеткамызға жаңа жұмыс істеу үшін біз тірі жүру үшін клеткаға тамақ керек қой, кислород керек, оттегі керек. Соны апарып қан тамыр арқылы барады. Қан тамырдың ұзындығын есептегенде 97 мың километр экваторды 2 рет айналып алады жер шарын. Дұрыс тамақтанбаймыз, майлы тамақ көп жейміз, су ішпейміз, жеміс жидекті, көкөністерді аз жейміз. Сонда несі біздің қанымыз қоюласып, үлкен қан тамырдан өтеді, кішкене майда қан тамырға келген кезде қан дұрыс жүрмей қалады. Сонда майда қан тамырмен қан дұрыс айналмаса не болады? Қан қойылып кеткен кезде клеткаға кислород жетпейді, дұрыс тамақ бармайды. Сонда не істейді? Адам шаршай береміз, қазір кішкене балдарды көрсеңде шаршай береді. Сосын қандағы шлак токсиндерді шығарады. Мына көрдіңіздер ма? Қалай мына нені күрішті аппақ қылды. Мына қара, неке аппақ қылды. Мына қап-қара ғой, екеуін қараңыз салыстырып. Мына қара, екеуі неке мына жағын бүйтіп көрсетейін, неке. Көрініп тұр ғой бәріңізге. Қалай аппақ қылды. Мына нені, сіз мына күрішті алып қазір суға жусаңыз кетпейді. Сабынмен, ферімен жуыңыз кетпейді, мына қап-қара күріш. Жуып көріңіздер. Неке қалай аппақ қылды. Біздің қанымызды, біздің клеткамыз осылай тазалап береді. Сол үшін бұны эликсир молодости дейді. Біздің егер қан тамырымызда қан жақсы жүріп тұрса, қанымыз сұйық болса, қан тамырдың бәрі эластичный болса, атеросклероз деген қатып қалу ғой, қан тамыр қатып қалмаса, мінекей бізде давление болмайды, қан қысымы жоғары көтерілмейді, қан бүкіл айналып тұрады, клеткамыз кислород алып тұрса, тамақ дұрыс барып тұрса, біздің организм қартаймайды. Негізі біздің организм 140 жыл жасауымыз керек. Егер біз ауырмасақ, біз шлак токсин организмге жинамасақ, 120-140 жыл біздің потенциал, біздің организм мынау міне бізді жақсартады, эликсир молодости. Мынаны ішкен кездер давление түседі. Даже давлениесі жоғары адамдар таблетка жеп жүреді, постоянно таблеткасын қасына алып жүреді, қорқады. Мінекей оның орнына сіз мынадан 4-5 пакет сумкаңызға салып жүріңіз, кімде давление бар, мамаларыңыз, папаларыңыз бар, давлениесі бар. Мінекей осыны ыстық суға, бір стакан мынадай ыстық суға бір пакетін салып жүріп, ыстық шайды как горячий напиток қылып ішсе, 10-15-ке давление түсіреді. Не үшін? Өйткені қан тамырдың бәрін ашып, қан жүріп бастайды. Қан тамыр постоянно іше берсе, давление бір күн жоқ болып кетеді. Мына инфаркт, инсульттың профилактикасы алдын алады. Мына постоянно ішкен адам ми қартаймайды, мына память. Сосын жүрек қан тамыр аурулары болмайды. Дүние жүзінде смертность беретін 70% жүрек қан тамыр аурулары. Мына 100% қазір бәрімізге керек өнім. Мынаны ішкен адамның кожасы, терісі жақсы болады адам. Өйткені іштен питание барады ғой теріге. Біз тері не үшін қартайып бастаймыз, қан қойылғасын, теріге дұрыс іштен питание бармайды да, тері құрғап, содан кейін жир пайда болып бастайды. Нан ішкен адамда іштен питание барады да, тері іштен тіріледі. Адам кожа подтягивается, адамның памяті жақсы болады. Сосын мынаны постоянно ішіп жүрген адамда аутоиммунный болезнь, сахар диабет деген аурулар болмайды. Қазіргі болезнь цивилизация дейді ғой, соның алдын алады. Мына ешқандай противопоказания жоқ. Барлық адамдарға ішуге болады. Мен педиатрмын негізі. Сосын қазір кішкене балдарымызда жаңа ЗПР, ЗРР деген нәрсе бар, гипертензионный синдром, аутизм дейді қазір, ДЦП өте көп қазір балдарда. 4-5 жасқа шейін сөйлей алмайды, көңілек сияқты, мама пападан басқаны айта алмайды, сөзіне түсінбейсің. Мінекей миге дұрыс қан бармай жатыр, мидың клеткалары жұмыс істемей жатыр. Мидың қан тамыры ашылғаннан кейін мидың клеткалары оянады. Бала 2-10 күн, бір айдан кейін сөйлеп бастайды, баланы алып ішсе. Черепной давление